Сәлем достар, сендермен Бекзат, менің влогыма қош келдіңдер. Бүгін бізде 9 наурыз, мен кеше 8 наурызды түсірген жоқпын, өйткені ешқандай қызық болған жоқ. Күнім былайша айтқанда онша емес өтті. Және негізі ол жақта кішкене, яғни біз кеше бір баланың үйінде жиналған болатынбыз, қыздарды құттықтауға. Бірақ мен ол жақтан ерте кетіп қалдым, ешқандай қызық болған жоқ. Сондықтан мен влог түсірген жоқпын кеше. Ал қазір мен енді далаға шығып бара жатырмын. Короче, бүгінгі күнін мен сіздермен бірге өткізетін боламын, как всегда. Менде басқа видео түсіруге идея жоқ, тек влог түсіру керек. Көріп тұрғандарыңыздай дала бүгін бізде күн, бірақ кішкене жел бар, бірақ салқын емес. Біз жаңа қайттан үйге келген болатынбыз. Мана алған картошка жуалар егіп тастап кеттік. Ал қазір енді үйдің қасында Динаға бара жатыр. Сол жақта кішкене сендерге влог түсіремін. Мына жерде бытыс шығып кеткен ойыншықтарды арзан бағамен сатады. Міне менің ең жақсы көретін отделім канцелярия. Мен қанша ручка алсам да байчу жоғалып кете береді. Пока что ешқандай қызық жоқ ішінде. Сол баяғыша. Мындай кружкалар бар. Әне тағы да. Зырғанауға болады. 5600 теңге тұрады. Қалай күшті қылып істеген деймін. Аны макарондарын қара. Клубничный фисташковый. Дәмдері күшті шығар. Қымбат болғанмен. Сүйгішсің. Динадағы үлкеннен кейін мына кішкентай ұстағанын білдірді екен. Біз Динадан кейін Аманға келдік. Один рецепт. Тут что? Үйге келдік, және қазір сендерге алған кейбір заттарды көрсетейін. Бірінші ол міне көріп тұрғандарыңыздай торт.